Кайырлы күн достар, бүгін пита әзірлейтін боламын. Бұл ашытылмаған қамырдан пісірілетін шелпек, таяу шығыс араб елдерінде танылған. Бұл нан өнімін пісірген уақытта қамырдың ортасында пайда болған будан бос кеңістік туындап, піскеннен соң осы ортаға, яғни қалташасына түрлі салма салуға мүмкіндік береді. Олай болса, менімен бірге осы керемет асты бірге әзірлеуге шақырамын. Бізге қажет болады 250 грамм ұн, оған шай қасықпен тұз және 2 ас қасық май салып, 200 мл ыстық су құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Содан соң 20-30 минутқа целлофан қалтаға орап, қалдырып қоямыз. Жиырма 30 минут өткеннен кейін қамырымызды 8 бірдей бөлікке бөліп, қолымызбен айналдыра отырып, осындай дөңгелекше формаға келтіреміз. Барлығын осылай істеп болғаннан кейін жер қақпасы үшін целлофан қалтамен жауып, 10 минутқа қамырымызды демалдырып қоямыз. Он минут өткеннен кейін тақтай бетіне аздап ұн сеуіп, оқтауымызға да аздап ұн сеуіп, нанымызды жаямыз. Шелпекті жайғанда қамырды тесіп алмауға тырысыңыз, өйткені тесіп алсаңыз піскен кезінде жаңағы аталып өткен қалташа жасалмай пісетін болады. Әйткенмен олайда өте дәмді шығады. Диаметрлері шамамен 16-17 см дөңгелекшелеріміз дайын болды. Енді пешке табаны қойып қыздырамыз. Менде индукционный пеш ең жоғарғы көрсеткіші 9-ды көрсетеді. Мен 7-ші деңгейіне қойып пісіретін боламын. Құрғақ табаны әбден қыздырамыз. Қызғаннан кейін шелпектерімізді салып, екі бетін алмастыра отырып пісіретін боламыз. Алмастырған кезде осындай үлкен ортасында кеңістік пайда болады будан. Енді салмасына кірсек, тауық етін тұздап, бұрыш сеуіп, оны алдымен жұмыртқада, содан соң ұнға аунатамыз. Ең соңында кептірілген нан үгінділеріне аунатып, аздаған майда екі бетінен қуырып, толық пісіріп аламыз. Ортасы ашылмай қалған шелпектерді мен осылай салмамен толтырдым. Меніңше осылай тіпті әдемірек көрінетін сияқты. Салат жапырақтарын, қызанақ пен қиярды, тауығымызды саламыз. Содан соң майонез бен кетчупты да жақсақ болады. Ал қалташасы бар шелпектердің ортасын ашып, салмасын осылайша салып шығамыз. Кезек-кезек бірінің үстіне бірін. Қалташасы бар шелпектердің артықшылығы ешбір соус салма ешқайда ақпайды, төгілмейді, өте ыңғайлы жегенге. Осы ерекше асымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі жүздескенше. Ал егер рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Каналға тіркеліп алыңыз. Сау саламатта болайық.